Welcome оқушылар, бүгінгі сабақ бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады. Осы туралы түсінетін боламыз. Мынау x қосу 2 тең 5. Бұл бізде не деп аталады? Қарапайым теңдеу. Ал x тең 3 бұл бізде не? Теңдеудің түбірі. Теңдеудің түбірі деп әріптің теңдеуді тура санды теңдікке айналдыратын мәнін айтамыз. Теңдеудің түбірін тап деп берсе, демек, кәдімгі теңдеуді орындаймыз. X сақталады, 85 минус 37 болып қарама-қарсы таңбамен теңдіктің екінші жағына өтеді. Жауап x тең 48. Біз теңдеуді шештік. Теңдеуді шешу бұл оның барлық түбірлерін табу немесе бірде-бір түбірі болмайтынына көз жеткізу екен. Ax тең b түріндегі берілген теңдеу бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады. Мұндағы x айнымалы, a және b қандай да бір нақты сандар. Егер 45 минус y, яғни бұл бізде плюс 18 тең 58, яғни бұл бізде бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Себебі айнымалы тек x қана болмайды. Y, z, c, a, d кез келген латын әліпбиі болуы мүмкін. Онда y бір ғана айнымалы көріп тұрмыз. Демек, бұл бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Ал 45 минус y плюс 18. Мұндағы 18, 45, 58 бар сандар. Осы мүше. Теңдеудің бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің екі қасиетін атап өтсек. Бірінші қасиеті теңдеудегі қосылғыштық таңбасын қарама-қарсыға өзгертіп, оның теңдеудің бір жағынан екінші жағына көшіргенде теңдеу мәндес теңдеуге айналады. Яғни бұл қасиет біз қарама-қарсы амалмен теңдіктің екінші жағына айналдырып жүрміз ғой. Тура сол жол сіздің бірінші қасиетіңіз, яғни мәндес теңдеуге айналдыру болып жатыр. Мәндес деген соны жай ғана түрлендіріп жазу. Берілген теңдеуді жай ғана теңдіктің ар жағына лақтырып, бер жағына лақтырып, түрлендіріп жазу мәндес теңдеу. Бірақ сол теңдеу сақталады. Екінші қасиет теңдеудің екі жағында нөлден өзге бірдей санға көбейткенде немесе бөлгенде теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді дейді. Ол берілген теңдеу жаңа теңдеу сақталады. Екі жағын бірдей, нөлден басқа, нөл емес, одан басқа сан көбейтесіз немесе бөлсеңіз, сізде жауабы мәндес теңдеуге айналады. 2,3 x тең 9,2. Мұндағы 2,3 пен 9,2 сандар, біздің x бұл айнымалы. Осы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шығарамыз. Сонда x тең бірінші қасиет бойынша не істеп тұрмыз? Теңдіктің екінші жағына айналдырып, мәндес теңдеуге түрлендіріп жатырмыз. 9,2-ні 2,3-ке бөлу болып өтеді. Себебі коэффициент пен әріптің арасында көбейту амалы бар. Сонда x тең 4. Енді қараңыз. A 0-ге тең болмағанда, яғни жаңа коэффициентіміз 0-ге тең емес болса, 0-ден өзге сан болса, онда теңдеудің екі жағын да A-ға бөлеміз. A-ны A-ға бөлсек A-ға бөлсек 1, ол x-тің өзі, яғни бір жазылмайды. Ал теңдіктің екінші жағына мына санды осы коэффициентке бөлеміз. Сонда x тең b бөлу A теңдігін жазамыз. Демек, бұл жағдайда теңдеудің бір ғана түбірі, яғни бұны аға бөлгендегі мәні ғана бар. Ал егер теңдеу берілсе, бұл да бір айнымалысы бар. Себебі x. Мұнда y, z деп басқарып тұрған жоқ, бір ғана әріпті екі жаққа жіберіп отыр. Осы өрнекті бірінші ықшамдап аламыз да теңдеуді. Сонан соң барып есептейміз, яғни 7x, x-терді бір жаққа, қыздарды бір жаққа, ұлдарды бір жаққа лақтырамыз ғой. Қыздар x-терді бір жаққа, бос мүшелер екінші жаға теңдіктің. Ортада теңдік қабырға деп біліңіздер. 7x-тен 7x алғанда менде 0, 5-тен 3 алған кезде 2. Енді қараңыз, A 0-ге тең, бірақ B 0-ге тең емес, 0-ден өзге сан болса, онда 0x тең B түрінде жазылады. Өрнек 0x тең B теңдігі
x-ті ешқандай мәнінде тура алмайды. Яғни, мұндай жағдайда теңдеудің түбірі болмайды. Не себепті? Себебі x-ті нөлге көбейтсе, яғни айнымалы x оңынан кез келген сан болуы мүмкін, е? Нөлге көбейткенде ешқашанда 2 шықпайды. Кез келген санды нөлге көбейтсек, 0 деген өзі шығушы еді, е? Сол себепті түбірі жоқ. Келесі. Теңдеуді шеш дейді. Жақшамен берілген. Ең бірінші біз жақшаны ашып аламыз. Сосын барып, теңдеудің түбірін бір санды теңдікке айналдырамыз. Яғни, өзіміздің жаңағы қарапайым теңдеуімізге айналдырамыз, сызықтық теңдеуге. Жақшаны ашу үшін коэффициенттің алдында тұрған жақшаның ішінде әрбір мүшесіне көбейтіп жазамыз. 2-ні 3x-ке 6x, 2-ні -1-ге көбейткенде -2. Дәл сол сияқты екінші жағында. Енді ұқсас мүшені біріктіреміз. 6x пен 4x минус болып өтеді, 2 плюс 12. Сонда 6-тан 4 алғанда 2, 2-ке 12-ні қосқанда 14. X табу үшін 14-ті 2-ге бөлемін. Демек, жауап 7. Теңдеудің түбірі 7. Ал мына теңдеуді шығарып көрейік. Бұлда бір айнымалысы бар. Бірінші жақшаның ішін сол күйінше жазасыз. Жақшаның сыртындағы амалды теңдіктің екінші жағына кері амалмен өткізесіз. 31 плюс 15 болады. Өзін жазамыз да нәтижесін табамыз, е? Ол 46. Енді қарапайым өзіміздің бұрынғы шығарға теңдікке келді. Енді осы теңдеуді шығару үшін y қалады. 46 минус 35 болып шығады. Сонда y-тен 11-ге тең. Яғни теңдеуді шешу дегеніміз бұл барлық түбірлерін табу немесе шешімі жоқ екенін дәлелдеу. Назарларыңызға көп рахмет. Егер түсінікті болса, арнама жазып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіз.